Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық еті қосылған керемет ерекше дәмді самсалардың рецептісімен бөлісетін боламын. Самса өте керемет шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне сары майымызды осылай ауната отырып, үккіштен өткізіп алатын боламыз. Қажетті заттардың толық тізімін описанияда қалдырдым. Осылай ұнымыз бен майымызды жақсылап араластырып, крошка сияқты жасап алғаннан кейін ортасын шамалы шұңғылдау қылып, тұзымызды саламыз. Үстінен разрыхителімізді саламыз. Разрыхителдің орнына бір шай қасық соданы уксуспен араластырып салсаңыз болады. Үстінен жұмыртқамыздың сарыуызын және де қаймағымызды салып, барлығын жақсылап араластыра отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, егер менің видеом кішкене де болсын пайдалы болып жатқан болса, міндетті түрде комментарий қалдырып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет. Енді қамырымызды екі бөлшекке бөліп, пакетімізге салып, мұздатқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына орташа көлемдегі картопты ең алдымен осындай үккіштен майда жағынан өткізіп алатын боламыз. Картопымызды осылай үккіштен өткізіп, дайындап бір шетке қойып қоямыз. Енді салмасына тағы да пиязымызды және тауықтың етін салдым. Қалауыңызша басқа да еттерді алуға болады. Барлығын осылай блендерге турап салып, үстінен тұз, қара бұрыш, зира қалауыңызша қоссаңыз болады. Барлығын қосып, блендермен майдалап, езіп турап алатын боламыз. Қалауыңызша қолмен де негізінде кесуге болады, бірақ бізге майда котлет сияқты жасау керек болғандықтан осылай блендермен немесе мясорубкадан ет тартқыштан өткізсеңіз болады. Осылай барлығын картопымыздың үстіне салып, жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Енді қамырымыз осы уақытта дайын болды. Қамырымызды мұздатқыштан шығарып, жайып алатын боламыз. Қамырға осылай шамалы ұн себе отырып, айналдыра отырып, жұқа етіп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымызды осылай жайып алғаннан кейін, шеттерін біркелкі болу үшін осылай кесіп алып тастайтын боламыз. Кейін осылай жіңішке сызық жолақ етіп кесіп шығатын боламыз. Енді қамырымызды осылай шетінен ала отырып, шамалы созыңқырап жеріп, алдын ала дайындалған салмамызды осылай шамалы сопақша пішінде, котлет пішінде домалақ жасап, осылай қамырға дәл видеода етіп орап алатын боламыз. Мүмкіндігінше қамырыңызды жіңішкелеу қылып кесуге және котлеттеріңізді соған шамалы салуға тырысыңыздар. Осылай салып алғаннан кейін астын және үстін бекітетін боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін бірнеше видео салдым. Видеода қарап, асықпай, дәл видеодағыдай жасайтын болсаңыз, міндетті түрде шығатын болады. Осылай барлығын жасап алғаннан кейін пергамент қағаз төселген противнімізге салып, бетінен жұмыртқамыздың сарыуызын жағып, үстінен шамалы күнжутымызды сеуіп, қызып тұрған пеште шамамен 30-35 минут арасында 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің самсаларымыз дайын. Самса өте керемет, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналымнан басқа да қызықты рецепттерді таба аласыздар. Каналды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым, баршаңызға рахмет.